бүкіл халық сайлауға қатысуға міндетті. Себебі бұл әрбір халықтың, әрбір азаматтың міндетті деп есептеймін. Ол күні сайлауға бармаймыз, бәрібір жаңағы мына нұр отан өтеді, не өтеді, бәрібір ол ешқандай өзгеріс қалады деген дүние біздің өзіміздің бейжайлығымызды, біздің тек қана үйдегі кішкентай ғана өзіміз піш-піш өсегіміздің ғана айналасы деп есептеймін. Ал енді негізінде бүкіл халық сайлауға баруға міндетті. Сол кездегілерде өзің тек қана сайлауға барған ғана емес, сол кезде әрбір қазақтың азаматы сол жердегі болып жатқан заң бұзушылықтың барлығын көрсете білсе, айта білсе, неге мынандай жағдай болып жатыр деп айтса, сол кезде ғана сол мына жағдай түзеледі деп ойлаймын. Себебі біздің қазіргі кезеңдердегі біздің қоғамымызда болып жатқан әрбір нәрсенің бәрі біздің осы өзіміздің бейжай, бейқам ыңғырттан шығып отырған дүние. Біздің қазір кедей тұрып жатқанымыз, біздің қазіргі кезеңдердегі бүкіл заң бұзушылықтың болып жатқаны сондықтан деп есептейміз. Сондықтан әрбір қазақтың азаматы белсенді түрде бақылаушы болу керек. Және сайлауға қатысуға міндетті. Және өз тілегін айту керек. Онан кейін ертеңінде барып өзінің кімге дауыс бергендігін тексеріп отырып, мен мына жерде менің дауысым мына жаққа емес, мына жаққа ұрланды деп дәлелдеп айта білетін болса, хотя бы осы сайлау кезінде 1000 адам өзінің несін сотқа бере алатын болса, онда келер жылғы одан кейінгі сайлаулардың бәрі әділет өтті деп ойлаймын. Біздің қазіргі кезеңдерде желтоқсан атынан Құрманғазы Рахметов түсіп отыр. Біздің тілегіміз желтоқсанның көзқарасы, мемлекеттік көзқарасы әлі де дұрыс емес. Біздің тілеп отырғанымыз біздің желтоқсан көтеріліс екендігін дәлелдеп отыр. Желтоқсанның кеңестік империяны құлатқандығын дәлелдейтін. Міне осы нелердің бәрін дәлелдеп отырып, бізді туралы саяси заң қабылдануға тиіс. Онан кейінгі жағдайдың бірі желтоқсан кезінде қаза тапқан азаматтардың ішінде кезінде 198 деген қазіргі кезеңдерде біздің бәріміз білетін Ербол Спатаевқа әліңге дейін халық қаһарманы берілмеген. Міне осы азаматқа халық қаһарманы берілуге тиіс. Және де басқа нәрсе. Біз енді тек қана барлығымыз тілейтініміз қазіргі кезеңдерде біздің мұң-мұқтажымызды жасап жатқан жалпы социал-демократиялық партияның бүкіл халықты дауыс беруге шақырамыз. Себебі бұл біздің әрбір қазақтың азаматының, әрбір қазақстандық азаматтың мұң-мұқтажын қорғай білетін партия деп есептеймін.